Сен елбасы жолдауын бірінші болып қолға алып, қазақ мемлекеттік тілде мектеп ашқан үлкен бір күнгі биікті көңнің қаһарманысың. Неге дейсіз ғой? Қолдау қойыңыздар. Біздің қазақ тіліміздің мемлекеттік тіліміздің өмір сүріп, өркенге өзінің мемлекеттік конституциялық статусына жете алмай жатқаны біздің орыс тілді қазақ бауырларымыздың бөгетінен көп. Өйткені олар өздері білмегеннен кейін былай қойып қазақ тілін дәл осылайша талғат бауырымша үйретудің жолын аша алмайды. Сондықтан айналайын көп рахмет. Ал енді сенің идеяңды жүзеге асырып жатқан Айман сіңілімізге көп рахмет. Сондықтан да ғалым гимназиясының болашағы биік болсын. Педагогикалық ұжымға көп рахмет Айман басқарып жатқан. Ал менің сыйлығым Қазақстан мектеп журналының келесі бір нөмірінде ғалым гимназиясына арналған арнаулы мақала болады.